Тәрбие тал бесіктен, немесе қазақтың текті аналары. Тәйт әрі, о заманда бұ заман, әйелден төрелік сұрап, басыңа не күн туып тұр деп, шамдана үн қатты. Осы ауылда Дарагая ене атылған қымбат ана. Өмірге 12 бала әкеліп соның 9-ын аман есен жеткізген қымбат ана, шынымен де ақыл ойы мол, келелі кеңес айтудан да кенде емес жан. Тірі өсірген 9-дің 4-еуі ұл, 5-еуі қыз, бәрінде үйлендіріп ұзатып, ұлын ұяға, қызын қияға шығарып отырған аяулы ана. Өзінің ұл қызы былай тұрсын ағайын туыстың осы қалай деген 70-80-ге келгендері де ығыңқырап жүреді. Қымбат ана біреуге дауыс көтеріп немесе бетбақтанып ұрсысып көрген адам емес. Өмірінің жартысын отағасы мен жанұясына арнаса, жартысын ұстаздық етуге арнаған жан. Шалы 5-6 жылдықта қайтып, көңілі жетімсіреп қалса да, жасы 82-ден асса да, әлі сөзі мен ісі ширақ кемпір. Той садақаға барғанда, Дарагая ене келді дегенде, үлкен-үлкен әжелер орындарынан тұрып, қоғадай жапырылып сәлем етіп жатады. Кейбір шалдары қайтқан 60-тан асып 70-ге жетіңкіреп қалғандар да, салт бойынша сәлем етпесе де, шыдамай, қалай орындарынан тұрып кеткендерін білмей қалады. Сөйткен қымбат анаға бүгін 50-дің 5-еуіне келген рулас қайнысы мен әйелі келіп, ақыл кеңес сұрап отыр. Үйдегі бала келін, ит пен мысықтай, күндегі білетіндері ұрыс керіс. Сөздеріне қараса, бала аздап ішеді. Құмар ойында ойнайды. Келін телефондағы әдемі өмірді аңсайтын сыңайлы. Ылғи инстаграмдағы ойын сауда жарнаманың ішінде жүредіміз. Ажырасуға араларында 2 бала, 1 қыз бар. Соған не істейміз енді деп ақыл сұрай келген. Баланы тудырған, жеткен ақыл өсіруге жетпей қалды дең. Үйлендіріп той жасап құда болып, құйрық бауыр асасқанға жеткен ақылдарың үй қылып ұстауға жетпей қалғаны ма сонда? Бұндай жағдайда ақыл айтатындай мен не? Осы рудың ақсақалмын ба? Менен 2-3 жас кіші болса да, бір қатар ағаларың бар ғой, тумаластарың да баршылық. Олар не дейді? Қанша ақылды болсақ та, қатын деген атымыз бар. Кешегі жаман шалдың кемпірі қымбат, бүкіл руға ақыл айтар болыпты, деген сөзде сүйектен өтер түсінгенге. Марқұм ағаларың болғанда, бір мәнісін айтар еді. Мен қайдан білейін не істеу керегін деп, алдындағы шайды сораптай отырып. Ақыл сұрай келген қайнысы да келіні де дастарханға қойылған, тәттілермен шай ішіп отырып, құлақ салып тыңдап отырғанды. Өй жеңеше-ай, өзіңізді төмендетпей-ақ қойыңыз, сөзім ауыр болмасын. Қайнағамыз марқұмның билік айтып даулы мәселе шешкенін көрген жоқпыз. Сізден асалмай кеткенін көрдік қой. Мәселенің бәрі сізден шешіліп кететін еді ғой. Осы жолы да бір ойыңызды айтыңыз. Бұлай кете берсе, келін төркініне кетіп, бала алқаш болса, ортада балалар жетімсіреп қалады ма деп, шарамыз таусылғасын келіп отырмыз деп бірінші боп сөйлеген келіні қолқасын кеңінен салды. Шырағым-ай, қайнағаң менен асалмай кеткен ештеңесі жоқ. Көп жағдайда сөз шығын қылмайтын адам ғой. Ондай жағдайда не деу керектігін маған көзімен ақ ұқтыратын. Болмаса Алматыда оқуда жүрген жерінен, әскерде жүрген ағаңа еріп келген шошақай қызға осыншама ақыл ой бітірмеді. Мені осы күнге жеткізіп кеткен сол қайнағаңның үндемей жүріп үйреткен ақыл парасаты. Сосын сен баланы үйіңнен ертіп келіп едің, әлде ойнастан тудың ба? Мынау неге үндемейді? Сен неге оның алдына түсіп сөйлей бересің? Үйде де солай боп тұрсыңдар ғой. Дастархан басында еркектен бұрын сөйлеуші болма. Қандай жағдай болмасын, ер азаматыңның алдын орама. Алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген ата-бабамыз. Әйелді ақылсыз демеген, тек отбасында одан биік етіп отағасының орнын белгілеген. Жалпы қазақтың түбіне жеткен сол кеңестік әйел мен еркектің тең деген саясат. Қазақ әйелі өзін еркекпен тең немесе артық көрсе, ол тек отбасы емес, ұлттың да соры. Қазақтың аналары Хауа ана, Хадиша ана, Бибі Бәтима, домалақ аналарымыздың еркегінен бұрын сөз сөйлеп олардың алдына билік айтқан дегенін естігенің бар ма? Мен естіген жоқпын. Шежіреде Алла тағала әуелі адам атаны жаратып, оған серік қылып, естіп отырсыңдар ма? Серік қылып әйелді жаратқан. Сондықтан адамыңнан бұрын сүйреңдеп сөйлеу, басындағы бағыңды қашыру деп толғанып отыр. Сен, деп қайнысына қарап, ұлыңа не үйреттің? Қандай ақыл, келелі іс көрсеттің? Баланы жасаған екенсің, тәрбиесі де сенің мойныңда болу керек емес пе? Қаттыла уста,
Әлде өзің тудырған баладан өзің қорқасың ба? Қолындағы телефонды тартып ал да, келіннің көзінше қамшымен тартып жібер. Сосын айт, екеуің де жоғалыңдар. Қараларыңды батырыңдар. Бір-біріңнен бөлек тұрып көріңдер. Жоқ, оған көнбейсіңдер ме? Онда біз шешең екеуміз ажырасамыз. Сені тәрбиелей алмаппыз ғой. Яғни біз дұрыс атана бола алмаған екенбіз ғой. Келіннің де обалына қалмайық. Әйел 40 шырақты деген. Телефондағы тәуір өміріне жолығар. Бақытты болып, байлықта өмір сүрер деп қаттайды. Осындай шешімге келдік деп, еркектігіңді білдір. Өзің отбасыңды қолың алмасаң, ошағыңның ойраны шығып, берекеті қаша береді. Еркек деген атың бар, балаңа қатты айт, ұрып жібер. Ертең бармағыңды шайнап отырғаннан, қазір қолыңнан келер әрекетті жаса. Осы ауылдың ауасын жұтып, суын ішкен бала болса, әкесіне қол көтермейді. Қорықпа. Бұл ауылдың балдары әкесімен төбелесер деңгейге төмендеген жоқ. Тұщы етіне ащы таяқ тигенде, түсінсе түсінер, түсінбесе солай кетер. Келінге де сабақ болар. Ұлым, өзіңнің баяғы ерке бала емес, жауапкершілігі бар әке екенін сезінсін. Ешқандай жауапкершілікпен міндет жүктемей, алдына түсіп жүгіріп жаман үйреткенсіңдер. Ал келін баланы шын жақсы көрсе, ойланып өз ақылға келеді. Ал жақсы көрмейтін болса, байлап төбесінен алтын құйсаңда тұрмайды деп, екеуінің бетіне қарады. Қайнысы мен келіні екеуі де үнсіз, төмен қарап отыр. Жеңеше, билік айтпаймын деп отырып сойып салдың ғой. Бірақ сөзіңнің жаны бар. Көп нәрсе қолымнан шығып барады екен. Түсіне бастадым. Балам ержетіп үйленді. Оның көңілі бар. Келін құдамның қызы. Оның көңілі бар деп жүріп, үйдегі тәртіп босаңсып кеткен екен. Айыл тартпаса, босаттың шабысы оңама. Дұрыс айтасың жеңеше. Өзім қолым алмасам болмас деп тұруға ыңғайланды. Баланы ұра беріп өшіктіріп алмаймыз ба? Қазіргі жастары таяқ бұлай тұрсын сөзде көтере алмайды. Ашуланып өзіне қол көтерсе, ел жұртқа не дейміз? Ойбу, енді қайттік деп, әйелі де күйеуіне қарады. Солай болады деп қорықсаңдар, онда солай жүре беріңдер. Ит ырғылжың, ұрыс керіспен күндеріңді өткізіңдер. Бала басына кетсін, келін кесір атансын, құдалармен араға сызат түссін. Сол ма барар жерлерің? Менің ақылымды сұрай келген екенсіңдер, айтарым сол. Ал өз ақылымыз өзімізге жетеді десеңдер, ішкен шайларыңа риза болып кетерсіңдер. Келін мен жаңа айттым ғой қайнағаңа. Алматыдан еріп келген шөпжелке қыз едім деп. Міне сол кездері әйелдер киетін чулки сапаги деген киім болды. Мен де қалалық болып, сол етікті жұмысқа кидім. Көктемге салым түскен таман. Жұмыстан келгенімде аулада атқа жем беріп қорадағы тірлікпен жүрген енем қарсы шықты. Мені көрді де, түсінбей қалса да, әдейі істесе де, қолындағы қайыс арқанмен аяғымнан осып жіберді. Жап-жас қатынсың, сирағың көстен етіп мынау не жүрсің? Үлкен бар, кіші бар, сирағыңды ашып көрсетіп жүрме. Ашық-шашық киіну елге аштық шақырады. Ырыс несібені қашырады. Ертедегі қазақтар жас әйелі бұлай тұрсын, еркегінің де шаш қойып жалаңбас жүргенін жаратпаған. Ал әйелдің сирағы көрінген, өзге еркектің нәпсісін оятуы күнәнің ең үлкені. Қазақ кимешек киген, бірақ киім кию мәдениеті өте жоғары болған деп, қыстығып жылап отырған маған үйге кірде деместен шаруасына кетті. Аяғым көгеріп көп болып ісіп кетті. Міне қарағым, менің енем өте қатал болды. Бірақ сол кісі мені тәрбиелеп шықты. Өле-өлгенше сол кісіге сыйынып өтем. Бала, келінді ақылмен қатты ұстай білу де ата-ененің көрегендігі деді, бұларды шығарып салып тұрып. Иә, көпті көрген аналарымыз да көрген білгенін көкірегіне түйіп өссе, анау-мынау ақсақалдың айтарын айтады-ау. Бұл әңгімені осы жерден үзсем, қымбат әжейдің айтқан шешімі қалай болған белгісіз болып қалар еді. 3 баланың әкесін сабауы, немесе бала келіннің кесірінен ата-ененің ажырасуы да нағыз шешім емес қой. Дегенмен де, арада айға жуық күн өткен соң, қайнысының әйелі мәз-мейрам боп екі құлағы езуіне жетіп, үйге бір қымбат анаға екі сәлем етіп, хабарды зулатты. Ой жеңеше, кереметсіз ғой. Сізге келіп кеткеннен соң да бала келін майда шүйде сөзге келіп қалып жүретін. Бірақ бір күні кешке қатты кетісті. Құдай сақтап, немерелер басқа бөлмеде ойнап отырған. Күйеуім әрі-бері шыдап еді, болмады. Келіннің дауысы қатты шыға бастағасын, қолына қалың резинке шланг алып, тура бөлмелеріне кіріп барды. Әй, сен екеуің қоясыңдар ма, жоқ па? Сен тағы ақшаңды ұттырттың ба? Бұлай балашаға болғанша болмай-ақ қой деп, баласын шлангымен 2 рет тартып жіберді.
Өмірінде бұндай көрмеген ұлы қарсы жүгіргелі ұмтылып еді, әкесі ашуға әбден мінген сондай, көзі аларып, түрі бұзылып, бас көзге қарамай сабай берді. Ойбай, өлтіресің ғой деп араша түскен маған да екі соққы кетті. Тұра қаштым. Ұлы басын қорғап шығарға жер таппай қалып бұрышқа отыра қалып еді, келін бақырып жіберіп, «Папа, қоя қойыңыз енді, кешіріңіз бізді» деп, ұлдың үстін жауып жатып қалды. «Иттің ғана баласы, әбден қанын ішіп біттің ғой, барыңнан жоғың, жоғал көзіме көрінбей. Сен де келін, көрінбе көзіме, бір күні таяқтың ұшы саған да тиіп кетер. Бар, кет, телефондағы тамаша өмірді тезірек тауып ал. Жолыңа байлау болмаймыз. Немерелерім аман болса түбі мені табар. Солай, құдаларға да ұятты қойып өзім түсіндіремін. Бұлай отбасы бола алмассыңдар, қоя қойыңдар» деп сыртқа шығып кетті. Ұлымыз да ләм-мим деместен үйден шығып кетті. Келін сол қалғаннан бөлмесінде шықпастан қалды. Енді не болар екен деп, немерелерімнің бөлмесінде мен қалдым бүрісіп. Зәрем ұшып барады, түрлі ой келіп жатыр. Күйеуімнің бұлай ашуланғанын көрмеппін. Жастықпен бір-екі шапалақ жегенім есімде, бірақ бұлай ашулануы бірінші рет. Содан күйеуім келіп орнына жатып қалды. Келін бөлмесінде тым-тырыс, бала әлі жоқ. Мен жатырмын көз ілмей, сыртқа 2-3 рет шығып, тың-тыңдап та келдім. Жүрегім күйіп барады. Солай ұйқысыз түнді өткізіп жатыр ем, таң алдында бала келді. Әйтеуір, тірі екен, Аллаға шүкір, келді де әкесін іздеді. «Папа, кешірші мені. Сен маған өмір қол көтеріп көрген жоқ едің. Сенің осылай ашынғаның менің кесірім, менің кінәм. Түнімен ойландым. Неге маған қол көтерді деп ойландым». Жауап біреу болды. Маған қол көтермеген әкені соған итермелеген тек өзім. «Әке, мен сенің ұрғаныңнан ештеңе ұқпасам да, келініңнің мені қорғап жата кеткені маған біраз ой салды. Сен мен үшін ашынып ұрсаң, келінің мені жақсы көргеннен қорғады. Анам шырылдап, мен үшін таяқ жеді. Сонда менің өмірдегі жақсы көрген 3 адамым мен үшін зардап шегу керек пе? Жоқ, олай болмау керек. Мен ер азаматпын. Мен үшін анам мен жарым неге жапа шегу керек? Әкем неге мен үшін ашыну керек? Кешір, әке. Енді ешқашан сені ренжітпеймін деп ант беремін. Анам екеуіңіздің аяқтарыңызды сүйіп өтем. Әйелімді бүгінгі қылығы үшін өмір бойы сыйлап өтем» деп алдына құлдық ұрды. Әкесі орнынан тұрып баласында тұрғызып, «Жарайды балам, бәрі өтті. Әке әкелігін білгені жөн» деп құшақтап арқасынан қақты. «Міне жеңеше, сол күннен бастап бізде бәрі орнына түсті. Дарагая десе дарагаясыз ғой. Жеңеше, мынаны сізге арнайлап алдырдым» деп бағасы қымбат, қазақы жеңсіз кәжекей шығарған. Аюға намаз үйреткен таяқ болды десеңші. Не болса да ақылға келгендерің жөн болған екен. Сен былай қыл. Мына кәжекей байқап отырсам арзан зат емес екен. Келін жаңағыдай әрекетке барып, күйеуі үшін сондай ерлікке барған болса, онда ар жағында бір тектілік бар ғой. Екінің бірі олай істей алмас. Сен мынаны маған әкелген болсаң, билігін маған бер. Сен осыны келіннің анасына кигіз. Шешеге қарап қыз өсер дегендей, мынандай түсінігі бар келіннен түбінде жақсы ана, жақсы ене шығады. Қызына отбасы үшін отқа түсердей тәрбие берген құдағи да құр адам емес екен. Алла разы болсын. Соған жап деп тағы бір көрегендігін көрсетті. Тәрбие тал бесіктен деген осы. Авторы Мұрат Кенжебаев. Дыбыстап оқыған Жазира Төлешова. Амандықта болайық. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір бөлімінде өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Амандықта болайық.